Ya, армысыздар, қазақ елі, отандастар. Мен Марат Байгурин, Шығыстан, Өскемен. Бұл енді қазір кеп тұрған жерім Қатон-Қарағай ауданы, Жаңа Үлгі ауылы. Бүгін 1 маусым. Балалар күні деп тойлап жатыр халық қазір, қазақ елі. Мерекелеріңіз құтты болсын. Енді мен осы ауылды көрсетіп тұрған, мынау менің Жаңа Үлгі деген ауылым. Туған жерім. Осы жерде туып өсіп, осы ауылда. Жаңа Үлгі ауылы. Кез келген қазаққа өзінің ауылы өте ыстық болады. Соны айтайын дегенім, біздің ауылдың халқының осы уақытқа шейін қаймағы бұзылмаған берекелі ауыл. Өзі бар жоғы дүзақ үй. Қазір дүз үй бола ма, болмай ма? Осындай ауыл. Халқы заманнан ұйымшыл. Жаңа айтып кеттім, берекелі, қаймағы бұзылмаған осы заманға дейін. Міне Алтайдың бөктері. Осы жерде балалық шағы осы жерде өтті. Керемет, өздеріңіз білесіздер, Қатон-Қарағайды. Швейцария дейміз. Сол енді жаңа айтайын дегенім, бұл енді өзім ауылының халқының берекелігі, қаймағы бұзылмаған, ұйымшылдығы, соның бір дәлелі. Міне қазір қарап тұрыңыздар. Міне зиратты көрсетіп жатырмын. Енді ана қоршауды көрсетіп жатырмын. Енді сіздерге көріне ме, көрінбей ме? Жаңадан қоршалған. Енді осы қоршауды, осы ауылдың азаматтары, көшіп кеткен азаматтар, жарты ғасыр, одан да көп кетіп қалған Жаңа Үлгі ауылының тумаларының ұрпақтары барлығы ат салысып, осы бәр жоғы 1 айдың ішінде осындай үлкен бір іс-шара, ең маңызды іс-шара, осы зиратты қоршап шықты. Бұл зиратты қоршағанға осы ауылдан кеткен түкпір Қазақстанның 4 бұрышында жүрген азаматтардың барлығы қатысты. Келе алғандар, Алматыдан келіп жатты, Өскеменнен келіп жатты, естіп жатырмыз, кеп болысып кеткен. Келе алмағандардың түгелдей тізім бойынша қаражат жағынан болысты. Кереметтей бірлік болды. Осы бар жоғы 1 айдың ішінде міне осындай үлкен іс-шара. Міне соны айтайын дегенім, осы ауылдастарыма, алыста жүрген ауылдастар түгелдей барлықтарыңызға 1000-1 рахмет. Осындай істі жасаған, енді бәрімізге парыз болып жүрген. Міне қазір зиратымыз мына жерде сеткеменен. Енді мына сеткенді 1 ғасыр тұратын шығар, енді бетондап отыр, құйып тастаған. Кеше көрдім, жанына барып тұрып. Керемет жасалған. Енді қазақ айтады, өлі риза болмай, тірі байымайды дейді. Ол енді неге айтылған? Аталарымыз оны заманда тас ғасырында айтып кеткен. Тірі байымайды, өлі риза болмаса дейді. Оның барлығы ол байлыққа, ақшаға байланысты емес. Осы сияқты бірлікке, рухани байлыққа, соған айтылған ғой. Міне Алтай тауы. Осындай жерде тұрамыз. Міне әлі де тұрып жатырмыз. Халқымыз осы ауылда. Әлі ауылымыздың құт берекесі кетпеген ауыл. Соны айтайын дегенім, алыста жүрген осы ауылдың азаматтарына барлықтарыңызға 1000-1 рахмет. Бұл енді ата-бабамыздың аруақтары
риза болсын. Барлықтарыңыздың бала шағаңыз аман болып, дендері сау болып, ылғи да осындай бірлікте аман есен кездесіп жүрейік. Сол міне. Соны қысқаша көрсетіп қояйын деп, ризашылығымды білдірейін деп салып жатырмын. Жақсы, амандықта жолыққанша.